Бірінші, адамзаттың басына байлық пен берекені шақыратын ең әуелгі қағида ол иман. Алла Құранда, егерде ол мекендердің тұрғындары иманға келіп, тақуалық еткендерінде, Алланың жазасынан қорқып, сақтанғандарында, онда біз оларға аспаннан да, жерден де береке есіктерін ашып қоятын едік деген. Ағраф сүресі 96 аят. Екінші, Құдайдан қорқу, тақуалық. Алла бұл турасында кім Алладан, оның тыйғандарынан қорқып сақтанса, Алла оған қиындықтан шығатын бір жол пайда қылады, әрі оны ойламаған жерден ризықтандырады деген. Талақ сүресі 2-3 аяттар. Үшінші, Алладан кешірім сұрау, тәубе, астағфирулла. Алла Құранда өздеріңнің Раббыларыңнан кешірім тілеңдер, өйткені ол кешіруші, ғаффар. Ол сендерге аспаннан мол жаңбыр жібереді, сендерді мал мүліктермен және перзенттермен қолдайды деген. Нұх сүресі 10-12 аяттар. Төртінші, басыңыздағы бар нығметке шүкірлік ету. Алла Құранда, егер шүкір етсеңдер, арттыра беремін деп уәде берген. Ибрахим сүресі 7 аят. Бесінші, Алла жолында қаржы жұмсау, садақа беру. Құранда, сендер не жұмсасаңдар да, Алла ол жұмсағандарыңның орнын қайта толтырады. Ол ризық берушілердің ең қайырлысы делінген. Сәба сүресі 39 аят. Алтыншы, үйлену, неке. Алла Құранда, әрі араларындағы некеге тұрмағандардың жақсыларын үйлендіріңдер. Егер олар кедей болса, Алла оларды өз кеңшілігімен байтады дейді. Қазақтың бас екеу болмай, мал екеу болмайды дейтін мәтелі осы аятқа негізделсе керек. Жетінші, Аллаға ғана сенім, үміт артып, оған ғана тәуекел ету. Пайғамбарымыз, оған Алланың игілігімен сәлемі болсын, егер сендер Аллаға дұрыс тәуекел етсеңдер, істеріңнің соңын Аллаға тапсырсаңдар, ол сендерді таңертең аш кетіп, кешке қарындары тойып қайтатын құстарды асырағандай ризықтандырар еді деген. Тирмизи. Сегізінші, туыстық қатынасты сақтау. Алла елшісі, оған Алланың игілігімен сәлемі болсын, кімде-кім ризығының кеңеюі мен өмірінің ұзаруын қаласа, туыстарымен қарым қатынасын үзбесін деген. Бұхари. Тоғызыншы, қажылық пен умра жасау. Хадисте қажылық пен умраны көбейтіңдер, себебі екеуі кедейлікті кетіреді және темірден татты кетіргендей күнәларды жояды делінген. Сахих әл-Жами. 10-шы, әлсіздерге қол ұшын беру. Алла елшісі, оған Алланың игілігімен сәлемі болсын, әлсіздерді іздеңдер, өйткені сендерге көмек пен ризық сол араларыңдағы әлсіздеріңнің арқасында беріледі деген. Әбу Дауд. Тағы бір хадисте пайғамбарымыз, оған Алланың игілігімен сәлемі болсын, сендерге әлсіздеріңнің арқасында жеңіс пен ризықтарың сыйланады емес пе дейді. Бұхари.